Ассалаумалейкум достар, бүгінгі видеода салмақ қосатын тағамдар жайлы айтатын боламын. Егер сен масса жинағың келсе, онда міндетті түрде бұл видеоны соңына дейін көр. Кеттік. Ал бастайық. Салмақ қосу үшін сіз нақты мөлшердегі ақуызды, майларды, көмірсуларды тұтынуыңыз қажет. Ақуыздар бұлшық ет өсіруде құрылыс материалы сияқты жұмыс істейді. Ақуыздың күндізгі нормасы 15%-дан кем болмауы керек. Көмірсулар бұл қуат көзі болып саналады және артық мөлшерде бұлшық еттер мен май қабаттарына қор болып жиналады. Қажетті көмірсулар саны күніне 55%-ды құрайды. Майлар көптеген міндетті атқарады: жинақтаушы, энергетикалық және реттеуші. Дәл олар ағзаның тойғанынан хабар береді. Алынатын май саны жалпы тұтынатын тағамдардың 30%-ын құрауы керек. Ендеше бірінші тағам түрі бұл жұмыртқа. Құрамында ақуыз, йод, фосфор, селен, тағы сол сияқты элементтер бар. Сондай-ақ оның құрамында А, Б, Д, Е дәрумендерінен бастап, бас аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқада калория аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 72 калория ғана бар, ал майлылығы небәрі 10%. Екінші, ет тағамдары. Мысалға алсақ, тауық етінде калий, магний, натрий, темір, фосфор, мырыш, кальций, мыс секілді минералды заттар бар. Сондықтан ет тағамы салмақ қосуға өте жақсы көмектеседі. Үшінші, сүт тағамдары. Сүт тағамдары адам ағзасының дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін жақсартады. Сүйектің мықты болуына әсер етіп, адам ағзасына күш-қуат береді. Төртінші, фасоль. Ақуызға бай тағамдардың бірі. Құрамында майлылығы өте аз, бағасы жағынан да қолжетімді және кез келген жерден сатып алуға болады. Фасольдің барлық түрлерінде шамамен 14 грамм ақуыз бар. Фасольдің құрамында Б дәрумені, магний және темір бар. Сонымен қатар бұл микроэлементтердің барлығы бұлшық еттерді керемет әлдендіреді және тәбетті жақсартады. Бесінші тағам түрі бұл чечевица. Чечевица қазақ тілінде жасымық деп аталады. Алайда жасымық біздің елімізде үлкен танымалдыққа ие емес, сондықтан оны көбісі білмеуі де мүмкін. Жасымық бұршағының құрамында бізге күш пен энергия беретін көмірсулар өте көп. Соның арқасында жасымықтан жасалған тағамдар өте тойымды. Оның құрамында ағзамызды құрайтын бөлшектер, ақуыздар өте көп. Жасымықтың 60%-ы осы ақуыздарға тиесілі. Сол себепті жасымық ет сияқты ақуызы мол тағамға балама бола алады. Сонымен қатар чечевицаның ақуызы ағзамен жеңілдірек қабылданады. Жасымық бұршағы басқа макро және микроэлементтерге, оның ішінде мырыш, марганец, селен, йод, фтор, фосфорға бай. Осымен видео соңына жетті. Егерде үй жағдайындағы натуралды коктейлді жасағыларың келсе, онда үстіндегі оң жақ батырманы басыңдар. Ал сендермен болған Райымбек Ералы. Видео пайдалы болса, арнама жазылыңдар, лайк қойыңдар, өздерің пікірлеріңді жазыңдар. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар.